Сен білесің бе, өсімдікке гүл не үшін қажет? Өсімдіктердің кейбірі белгілі бір тіршілік кезінде гүл төзеді. Гүл бірнеше бөліктен тұрады. Гүлді сыртынан жасыл түсті тостағанша жапырақшалар қоршайды. Олар гүлдің ішкі бөліктерін қорғайды. Тостағанша жапырақшаның ішкі жағында түрлі түсті күлше жапырақшалар орналасады. Күлше жапырақшалардың ортасында тозаңқаптар мен жатын болады. Жатында жеміс пайда болады. Жемістің ішінде тұқым дамиды. Сен білесің бе? Кейбір гүлдер жер қойнауындағы пайдалы қазбаларды табуға көмектеседі. Мысалы, Адонис гүлі ақтас мол жерде жайқалып өседі. Есте сақта, гүлде тұқым түзіледі. Сондықтан ол өсімдіктің көбеюі үшін қажет. Өсімдіктің тіршілігіндегі маңызды үдерістің бірі тозаңдану. Гүлдің тозаңы тозаңқаптың ішінде жетіледі. Ол жетілген кезде тозаңқап ашылады да тозаң сыртқа шашылады. Шашылған тозаң гүлдің ортасында орналасқан жатынға түседі. Тозаңның жатынға түсуін өсімдіктің тозаңдануы дейді. Тозаңдану жүргеннен кейін өсімдік гүлінің орнында жеміс дамиды және тұқым түзіледі. Өсімдіктің тозаңдануына түрлі бунақденелілер, тіпті жел мен суда қатысады. Кейде қоршаған ортаның қолайсыз әсері өсімдіктің тозаңдануына кедергі келтіреді. Абай бол, гүл тозаңы аллергия тудыртуы мүмкін. Есте сақта, тозаңдану дегеніміз тозаңның жатынға түсуі. Келесі кездескенше сау болыңдар.